Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен адам организміне өте пайдалы асқабақ шырынының рецебімен толықтай бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Дәл осы асқабақ шырынының адам организміне пайдасын және асқабақтың пайдасы жөнінде айтып беретін боламын. Ең алдымен осы асқабақтарымызды тазалап, жуып, ішінен сыртын тазалап аламыз. Бізге осы шырынымызға керекті заттар 2 килограмм асқабақ, 2 дана апельсин және жарты лимон керек болады. Алдын ала осыны сыртынан ашып тазалап аламыз. Асқабақтың адам организміне пайдасы өте зор. Басқа көкөністерден қарағанда пайдалы затқа аса бай. Бойында С, В, Е дәрумендерімен қатар калий, кальций, темір бар. Басқа көкөністерде кездесе бермейтін Т витамині де осы асқабақтан табасыз. Асқабақ шырынының пайдасы өте зор. Асқабақ шырынын жатар кезде алдын ала ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісін секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдерге жүрегін айнуына асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде әлсіздік кезде көмектеседі. Бауыр ауырғанда өте пайдасы зор. Арықтауға да көмектеседі. Дәл осы асқабақты 4 бұрышты етіп турап алдық. Енді апельсиндерімізді дәл осылай ортасынан бөле саламыз. Сыртын ашуға да болады. Мен осылай ашымай қолдандым. Енді лимонымызды да дәл осылай турап, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Міне жақсылап блендердің көмегімен езіп алдық. Енді дәл осыны сүзгінің көмегімен жақсылап суын шығарып аламыз. Міне бізде согы дайын болды. Енді дәл осы кесіп алған асқабағымыздың үстіне кішкене батып тұрғанға дейін суды құйып қайнатуға жібереміз. Міне асқабақ тез арада пісіп дайын болады. Міне пісіп дайын болған кезде дәл осы блендердің көмегімен жақсылап езгілеп сок қылып аламыз. Міне дәл осындай сок пайда болды. Асқабақтың шырыны да, асқабақтың өзі де адам организміне өте көп дәрумендерді, витаминдерді береді. Енді осы қайнап жатқан согымызға апельсинді, сығып лимонды қостым. 200 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырып алдым. Лимонный кислотадан жарты кішкентай қасықтан жарты қасық осылай салып алдым. Оны да жақсылап араластырып 5 минуттай қайнатып аламыз. Банкілерімізді алдын ала стерилизовать етіп дайындап аламын. Дәл осы согымыз міне дайын болды. Енді осы банкілерімізге құйып жауып аламын. Дәл осы шырынды таңғы асқа, аш қарынға ішсеңіздер болады. Жартысын тамақпен отырып ішсеңіздер де пайдасы болады. Дәл осылай 1 ай көлемінде дайындап жасап көріңіздер. Дәл осы шырынның пайдасы өте көп. Видеом сіздерге ұнаған болса, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздер үшін оп-оңай нәрсе, ал мен үшін өте маңызды. Сіздер осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап, YouTube арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Әлі-алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналыма кірсеңіздер, бұдан да басқа рецептер өте көп. Каналыма кіріп, дайындап, жасап көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, тексерілген рецепт. Қазіргі таңда өзім жасайтын, өзім қолданып жүрген рецепттердің бірі. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Жансұлу.